Сәлем интернет, қош келдіңіздер. Менің есімім Тимур. Бүгін біз қай жерге келгенімізді ойлап табыңыздар. Біз Қырғызстан мемлекетінде Бишкек қаласына келіп жеттік. Бұл жерге келгеніміз себебі, қазір көретін боласыздар, бұл жерде тек қана Мадина базарына келгеніміз себебі бар. Бұл Мадина базарында сіздер матаның отаны және тігінге арналған бәрі заттарды осы жерден сатып алуларыңызға болады. Бұл жерде жаңағы инеден бастап тігін машиналарына дейін, маталарға дейін бәрін алып, осы жерде оптым сатып алып, өздеріңіз жұмыстарыңызға бастауға болады. Сондықтан осы видеоны аяғына дейін көріп, подписация етіп, лайк басып қойыңыздар. Пікірлеріңіз болса комментария қалдырыңыздар. Ал біз бұл жерде не болып жатқанын, қазір не қаншадан екенін сіздерге біліп беретін боламыз. Кеттік. Қазір бірінші достар, мына жерге тігін фурнитурасына арналған заттарды көретін боламыз. Ішінде мыңдаған заттар бар. Кіріп соны бастап көреміз, одан кейін ары қарай маталарды қарап көретін боламыз. Алыстамаңыздар, кеттік. Чем ближе, тем ниже, как видишь, моя пара была не пуста. Эй, слышь, мы здесь и нихуя не устали. Слева и справа родные. Ал міне кіріп келдік достар, қазір осының ішінде нелер бар екенін көретін боласыздар. Алыстамаңыздар, кеттік, қарап көрейік. Мінекей достар, қазір мынандай кружевалар сататын бір дүкеннің ішіне кірдік. Көріп тұрсыздар, өте көп кружевалар, осы көйлектер тіксеңіздер болады, білмеймін, жаңағы әйел кісілер оны жақсы түсінеді. Қазір бағаларын сұрадық, бұл жерде өте мыңдаған тауарлар бар, оның бәрінің бағасын білу өте қиын. Сондықтан кішкене айтып кетем, міне мыналар 450-ден, мысалы 350 заттар мынандай әртүрлі бар екен. 450-350 дегенде ол бір рулонна салынады. Бір рулонның ішінде 13 метр, 14 метрден болады екен. Сондықтан осы жерге келуіңізге болады. Мінекей достар, мынандай түймелер, осындай әртүрлі заттардың контейнеріне кірдік. Бұл жерде көріп тұрсыздар, міне әртүрлі жабыстыратын, жаңағы нелерге, киімдерге жабыстыратын заттар. Мына жерде кружевалар тоже әртүрлі. Бағаларына келетін болсақ, 30 сомнан бастап 100 сомға дейін екен осылар. Мына түймелердің бағасы, пачкасы тоже 100 сомнан, ішінде 100 штук болады екен. Одан ары қарай 500 сомға дейін бар екен. Мінекей достар, мына тағы бір керемет бутикке кіріп жеттік. Бұл жерде өте көп әртүрлі сумканың заттары, мына брошка, әртүрлі заттар бар екен. Бұл жерге де келулеріңізге болады. Бағаларын қазір өте көп, бәрін айтып бере алмаймын. Сондықтан міне көрдіңіздер, қазір бағалар жазылған екен. Бұл бағасы штугына, бір штугына осы мысалы 14 сом екен. Вот эти почем вообще? Эти 3000 сом 9 метров. 3000 сом 9 метров. А для чего его используют? Это для шейного материала. В основном для платьев, да, наверное? Да, в основном для платьев. Вот такие. А они почем? Тут разных ценов получается. Есть серебро, есть золото. Получается, есть хамелеон, золото и серебро. 3000 сом будет стоить. Сколько метров? 9 метров.
Да, рулон идет. Оптовая цена будет 333 сомы. Я так понимаю, у вас тут только оптом, да? Здесь полностью все бутики в основном оптовые, да? В основном, да, идут оптовые. Есть только некоторые, примерно 2 бутика, которые идут в розницу. А откуда у вас в основном покупают? Китай. Нет, покупатели имеется в виду. Покупатели идут с разных стран, заказывают заказы, получается, и мы поставляем. Отправка идет. Казахстан, да, приезжает. Казахстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Все. Спасибо большое. Осындай әртүрлі ленталар бар екен. Мінекей тағы бір осындай мелочевка сататын заттарға кіріп келдік. Мына жерде жіптер бар екен әртүрлі. 120 сом екен коробкасы, ішінде 10 штук. Қайшылар бар әртүрлі. Бұл жерде көруіңізге болады. Все болды жігіттер, қазір барамызды, бұл жерде болды, қолдан келгенше түсірдік, қазір маталарға барамыз, кеттік. Мінекей достар, мата базарына кіріп келдік, маталардың түрі өте көп, мыңдаған асық түрі бар. Пальтоның маталары, білмеймін, шарфтардың маталары түрі жетеді екен, бағаларын қазір сұраймыз. Көбісі мына камераны көргеннен кейін, білмеймін неге екен, түсіргісі келмейді, білмеймін, конкуренттер көріп қалады деп ойласа керек. Бірақ біз енді қолдан келгенше қазір түсіретін боламыз бәрін. Маталар. Қаншадан бұл маталар? Қайсы? Алар. Бұлар 2.5-тен. $2.5. Ненен матасы бұл? Бұл креплен. Креплен? Көйлекке басының? Міне маталар. Кіріп көрсе болады ма? Все, рахмет. О, міне матаның түрлері. Міне тағы бір бутикке кіріп келдік достар, әртүрлі маталар бар екен, білмеймін, андай барқыт сияқты, андай трикотажный маталар бар екен. Қазір бағаларын сұраймыз, қаншадан екенін. Мындай мата керемет маталар. Білмеймін, әдемі көрінеді екен жалтырап мына жерде. Міне тағы бір бутикке кірдік, мынандай гипюрдің маталары екен. Гипюрден ба, тор деді ғой деймін атын. Тор маталар екен, сол көйлектерге. Погонный метрі $1.8 екен. Міне неше түрлі расцветкалары бар. Мына жақта да міне түрлері көп екен. Мыналар қандай бұда? Тоже тор, да? Бұлар қанша? ХБ тор. Міне ХБ-шны торлар бар екен. Бұлар $2.8 екен. Ассалаумалейкум. Қандай маталар бұлар бұд? Костюмі ма? Не тігеді бұдан? Костюм? Кәдімгі костюм, қаншадан? $2.2. Погонный метр, ә? Ішіне алып шықсақ бола ма? Ішіне видеоға алып шықсақ бола ма? Средний бағасы $2.2-ден, ә? О, міне, костюм тігетін маталар, достар. $2.2 погонный метрі. Рулонда қанша болады? 65 метр, ә? Только рулонмен сатасыздар. Керемет. Брат, мужской костюм ба бұл? Или женский костюмдарға ма? Женский костюмдарға. Мужскойлар бар ма? Аналар однотонныйлар мужской емес па? Ассалаумалейкум. Мына маталар қаншадан? 1.8. Ненің матасы бұл? Барби деген мата. Барби деген. Көйлекке, ә? Барби деген мата екен. Бәрі сол $1.8, $2 шамасында екен. Неше түрлі расцветкалар бар. Тоже көйлектерге сондай заттар екен.
Керемет маталар екен мынау. Гүлімен дайын. Декорация. Гипюр деген мата екен. $4 екен. Көрініп тұр қымбат мата екен. Мындай гүлдерімен дайын. Неше түрлі маталар бар екен. Ассаламу алейкум. Долларға айта беріңіз. Не деген мата бұл? О, мына керемет. Пайетка мынандай. Цветі өзгеретін пайетка мата. $4 екен метрі. Қазір осындай көп көріп жүрмін. Сумка-мумкалар тігіп жатыр, жаңағы мягкий игрушкалар осындай көп түсіріп отыр. Жылтыр матаның отанына қош келдіңіздер, жігіттер, қыздар. Міне көріңіздер. Негізі өте керемет базар екен, матаның түрі өте көп. Келіп көрсеңіздер арзиды, мысалы келіп бағаларын сұрап, осы жерден алып кетулеріңізге болады. Осы жерден прямой Қазақстанға грузоперевозкалар бар екен, Қазақстанның любой точкасына жеткізіп береміз деді. Сондықтан келіңіздер, көріңіздер міне. Қазір тағы да көрсететін боламыз басқа заттарды. Ассаламу алейкум. Мына маталар қаншадан? Сонда. Бұл не, плеттің матасы ма? Мех. Немді? Шуба тігетін ба? Шуба тігетін ба? 1000 сом? Метрі? Бәрі, почти. Мінекей достар, шубаның маталары. Шубаны сатып алудың қажеті жоқ екен, міне дайын маталары бар. Үйреніп өздеріңіз тігіп алсаңыздар болады. Неше түрлі міне цветтерде, неше түрлі фасонда. 1000 сом екен, шамамен бағасы. Көбісі сондай екен. Мінекей достар, свежий рулондар әлі енді ашылып үлгеріп жатыр. Мен складтың алдында тұрмыз. Толстовка, худи, сондай әртүрлі заттар тігетін маталар екен. Бірде $5 метрі. Неше түрлі расцветкалар бар. Это глиттер прямой поставки. В Китае таких немного фабрик. А для чего их в основном берут? Ну, это наряды. Наряды, да, всякие? Да, свадебные платья. Свадебные платья из них шьют, да, в основном? Ну, в принципе, да. Это получается ткань намного дороже, но стоит $28. Но тут уже ручная работа. Вот смотрите, если вы видите, прям все вручную полностью. Вот. Ну, это надо, ей нужна спецобработка. Мінекей достар, бұл жерде мебельный маталар екен. Мебельді диван, кресло, бәрін апшывать ететін матаның бәрі осылар. Мінекей неше түрі бар. Ассаламу алейкум. Қаншадан болады мебельный маталар?
200 сомнан. 200 сомнан метр, а? Оптым қанша? Оптым ма? Оптом 160 деп жазып қойыпсың. жоқ, мына мысалы мына 200 сом, мына распродажа. Бұл да 200, просто распродажа 160. 160, 200 среднем, да? А мыналар қанша? Ал Маталар, кожзам, әртүрлі тоже. Алькантара, обшивка, сондай заттар ғой деймін. Бұлардың да бағасы 200 сомның шамасы екен. Достар, Мадинаның тағы бір керемет жағы, бұл жерде мынандай столовыйлардың өте көптігі. Администраторлардың айтуы бойынша, обедтің кезінде бұл жерге бүкіл қаладан тамақ жеуге келеді екен адамдар. Себебі өте дәмді дайындайды, лағман, плов, самсы бәрі жақсы екен. Және де бағасы арзан екен, порциялар үлкен. Сол үшін келген кезде бір от души тамақтанып кетуіңізге де болады. Ал енді достар, мынау швейный заттар, швейный оборудование деген машиналар сататын жерге келдік. Бұның ішінде бағаларын көрейік, нелер бар екенін кеттік. Сен нажиму среда. Неке швейный магазинге кіріп келдік, қазір бағаларын сұрайық, қанша екен. Ассалаумалейкум. Швейный машинкалардың бағасын сұрайын келдік. Бағалар жазылып. 23 мың. Қандай машинка бұл? Төстегіш машинка. Төсектегіш? Төстегіш, прямо строчка. Прямо строчка, да? 23 мың сом екен, прямо строчка. Мыналар қаншадан? Бұл автомат машинкасы 37 мың сом. 37 мың сом автомат машинка екен. Сосын, не дейді жаңа әртүрлі нелер бар ғой? Трикотаж, микотаж дегетін. Оверлок дейді ғой? Бар ма ондайлар? Міне. Печенитка деген оверлок екен. Бағасы? Мұндай тегелешеді да? Мына шетін оверлок жасайды екен. Бұндағы дополнительный строчка тегеледі. Міне, дополнительный строчкасы бар екен. Бұл 32.800. Бұлар жаңа машиналар ма негізі? Жаңа машинка. 1 жыл гарантия. 1 жыл гарантия бересіздер. Қазақстан любой жеріне жеткізіп бересіздер? Қазақстан до границы. До границы, да? Бұл қандай? Тоже оверлоктар, бұларда? 4 нитка. Бағалар қандай? Окончательно ма или как? Мы уже количествосына жараша болады. Көбірек алса түседі, конечно. Көбірек алса түседі. Ассалаумалейкум. Машинкалардың бағасын сұрайын деп едік. Сіздерден сұраймыз ба? Бағалар жазылып тұрады, да? Достар, бұл жерде де өте көп машинаның түрі бар екен. Бұның бәрін қазір бағаларын қолдан келгенше түсіріп жатырмыз. Өздеріңіз келіп қарайсыздар. Фирмасы түрі, әртүрлі маркалары өте көп. Оверлок, швейный машинка, әртүрлі оборудованиялар, май, запчастьтар бәрі осы жерде. Кіріп келіңізге болады. Міне достар, қазір мынау швейный машинканың запчастьтары және аксессуар әртүрлі заттар сататын жерге келдік. Миллион түрі бар екен. Қайсысын алып та білмейсің, не керектігін мен түсінбеймін. Өздеріңіз көріңіздер міне.
Мінекей достар, бытовой машинкалардың отделіне келіп жеттік. Міне жаңадан бастап жүрген қыз-келіншектерге өте керемет машинкалар, кішкентай, удобный. Жаном фирма, жак, әртүрлі бар. Бағалары 7500 теңгеден ары қарай 30 000 сомға дейін барады екен. Достар, міне көрпе төсек тігетін маталардың отделіне кіріп жеттік, өте көп түрі бар екен. Қазір бағаларын сұрайтын боламыз, қанша екен? Так, Самак, да, говорите? Цены можно на русском, можно на кыргызском? Цены у нас разные, от 400 и выше. Все зависит от качества. Допустим, вот эти варианты, они стоят 500, они с блесками, с люрексом, и они очень мягкие. Дальше есть варианты по 550, допустим. Здесь уже ворса чуть-чуть больше, и ширина побольше идет. Также есть варианты у нас, это элитные модели считаются за счет того, что здесь включен люрекс. Он стоит по 951 метр. Ширина 1,60 м идет. Допустим, берем 2 метра, получается 2 көрпешки. Неге достар, бұл жерде постельный маталар екен. Айтып бересіз бе бағаларын? Бар. Birinci, ikinci, üçüncü rakı 250 somdan. 250 сомнан, ширина қандай? 2 2-де 40 екен ширинасы. Қалғандарым бар 200 сомдан, 2 ширинасы. Качество бірдейлі, просто плотность повышает. Олар 200 сомнан, тоже 2-де 40. Теперь алпыс. Ширинасы узкилары бар екен, 1-де 60 дейді ширинасын. 160 сомнан екен. Бұл жерде достар, чехол, поликтарға жасайтын маталар екен машинаға. Тоже керек маталар. Чехол, полик тігіп сатам дегендерге өте керемет жер. Қаншадан мына чехолдардікі? Это не чехлы, это полики. Полики почем? Можете сказать цены? Вот это что ли? Да. Это для чего? Это материал. Вадима, вот этот материал для чего идет? Для панели. Для панели. Обшивка панели, да? А это? Это для чехлов. Это для чехлов. Да, можно чехлы делать. А для поликов какие? Ага. А почем можно цены? В среднем цены какие? Цена даже Ой. Цены скажите, пожалуйста. 500 сомов. Многие, да, все? Почти. 500 сомов. Только вот эти. Ага. А вот эти? Вот эти по 800. По 800, да? 800 екен, 500 екен. Міне полик, чехол, әртүрлі маталар бар екен. Дайын тігіп сатса да болады. Достар, тағы бір постельный бельелар екен. Постельный бельеға тігетін маталар әртүрлі. Қазір бағаларын сұрайтын боламыз. Қытай, Турция менен жұмыс істейбіз. Однотонный тканьдар бар, бұлар лен китайскийлер. Бұлардың басын 250-ден сатабыз, бұларды 200 сомдан сатабыз. Біз асын 2-де 50, 2-де 40 бұлар. Качестволары зайвай жақшы, бұлар Қытайдың Европаға шығарылған товарлары. Бұлар китайский лен, біз немен Азияға шығарылған товарлар, бұларды біз Қытайдан постоянно заказ қылып алабыз. Бұлардың да качестволары жақшы. Бояқтары шықпайды. Бұлардан суда өткізбейді, бұлар скатерочный тканьдар. Качестволары да бұлардыға жақшы аябай. Бұларды 250 сомнан сатабыз. Ширинасы бұларды 180. Бұлар турецкий хлопактар, сатиндеп келет бізге. Ширинасы 240. Качестволары жақшы бұлардан дағы. Бізге спрос азыр Турциянықына, Қытайдықына жақшы бұлар. Жақшы өтөт. 150, оптом 230-дан береміз бұлардың. Бұлар бізде да детский киімдер тігілет в основном. И детский постель, детский пеленкаға кеткен материалдар. Детский көйнөктөр тігілет, рубашкалар тігілет. Бүт Россия, Қазақстанға ушул материалдардан шығып атат. Бұлардың басын 160-тан сатабыз. 160-тан сатабыз. И бұларды 170, басы 200 сом. Бұлардан в основном медицинский халаттар, медицинский киімдер тігілет, униформа. Униформалар тігілет, бұлар жаңағы столовойда іштегендерге, медицина тармағында іштегендерім бар жоқ ушудан немелерді тігішеді, киімдерді. Достар, міне қазір униформаның маталары екен. Столовый, медицинский халат, сондай заттарды тігем дейтін адамдарға болса, міне мыналар екен. Ширинасы 1,5, бағасы 1,70 екен. Бағасы қанша дедіңіз? 200 сом екен бағасы, оптың бағасы, иә? Оптың бағасы біраз еме 180-ге болады. 180-нен болады екен бағасы.
тағы да басқа түрлері. Ал мінекей достар, осымен біздің выпускымыз аяғына жетіп қалды. Қолдан келгенше осы Мадина базарын түсіруге әрекет қылдық. Мадина базарының администрациясына өте үлкен алғысымызды білдіреміз. Бізбен бірге жүріп, көрсетіп, видеоға түсіруге рұқсат бергеніне. Бішкек қаласы өте керемет, Қырғызстан, бәрілеріңізге сәлем. Тағы да келеміз. Сонымен достар, осы видеоны аяғына дейін көргендеріңізге сіздерге үлкен рахмет. Ұнаған болса лайк басыңыздар, осы каналға жазылып, колокольчикті басып қойыңыздар. Және де өз пікірлеріңіз болса, осы видеоның астына комментарияларға қалдырыңыздар. Тігін саласымен айналысамын деп жүрген адамдар болатын болса, әрине осы базарға келіңіздер. Сау болыңыздар.